бір видеомен 600 000 теңгені қалай таптым. Маған бір кездері фармацевтикалық компания хабарласқан, маған менімен бұрын жұмыс жасаған адамдар арқылы шыққан екен. Бізге 2-3 минуттық видео керек, түсіруге сондағы 3 күніміз бар. Студия керек, бірақ біз әлі тапқан жоқпыз, қанша сұрайсыз деді. Менің ол кезде қолым бос емес еді, сол кезде бүйтіп қазір отказ жасай салады ғой деп 500 000 айта салғам ғой. Телефон артында тұрған адам бүйтіп. Так, давайте мен сізге 600 000 теңге төлейін. Сіз маған осы видеоны 3 күннің ішінде бітіріп беріңіз деді. Сосын мен такой, ничего себе дедім да, хорошо дедім. Студия іздеп, студия тауып, уақыт белгілеп, сол күні барып, 4 сағаттың ішінде түсіріп, сол күні монтажға отырып, келесі күні бітіріп берген. Видеоны қабылдап, ақшам төлегеннен кейін сұраймын ғой, неге мен Алматыда менен де жақсы түсіретін адамдар бар ғой десем. Естуіміз бойынша, сізбен бұрын жұмыс жасаған біздің таныстарымызға сізбен жұмыс жасаған ұнаған екен, бізге де ұнады деді. Я, Алматыда сапалы түсіретін адамдар көп, бірақ өкінішке орай клиент сыйлайтын адамдар аз деді. Енді бұл жерде моральды өзіңіз ойлап таба берсеңіз болады. Ойларыңызды төменде қалдырып кетіңіз.